Мен Абай Құнанбаев. 1845 жылы 10 тамызда, ескіше 23 тамызда Шыңғыс тауының баурайында дүниеге келдім. Азан шақырып қойған атым Ибрахим еді. Бірақ ел мені Абай деп таныды. Сол дала, сол табиғат менің жанымның тынысын айналды. Әкем Құнанбай ел басқарған, қатал да әділ би болды. Анам Ұлжан, әжем Зере менің жүрегіме мейірім мен адамдықтың дәнін еккен жандар. Әжемнің айтқан ертегі аңыздары мен анамның сабырлы тәрбиесі мені ойлы, сөзге жауапты болуға үйретті. Білімді алдымен ауыл молдасынан бастадым. Кейін Семейдегі Ахмет Риза медресесінде оқыдым. Бірақ мен тек діни біліммен шектелмедім. Орыс мектебіне де барып, Пушкинді, Лермонтовты, Крыловты таныдым. Сол кітаптар арқылы дүниенің кең екенін, ақыл мен ғылымның адамды биіктететінін ұқтым. Жастайымнан ел ісіне араластым. Болыстық қызмет атқардым. Халықтың ауыр тұрмысын, әділетсіздік пен надандықты көзіммен көрдім. Биліктің баянсыз екенін түсініп, қолыма қалам алдым. Себебі елді күшпен емес, сөзбен, біліммен түзетуге болатынына сендім. Менің өлеңдерім мен поэмаларым адамгершілік, еңбек, ғылым, білім, махаббат туралы. Ал қара сөздерім халқыммен сырласуым, ақылым мен жүрек сөзім. 45 сөзде мен мінезді түзетуді, ойды оятуды, адам болудың жолын айттым. Орыс ақындарынан аударма жасап, олардың ой тереңдігін қазаққа жеткіздім. Ән де шығардым. Көзімнің қарасы, желсіз түнде жарғай деп, жүректің үнін әуенге қостым. 1904 жылы 23 маусымда бұл дүниемен қоштастым. Бірақ сөз өлмейді. Мен Жидебайда жатсам да, ойым халқыммен бірге. Менің арманым біреу еді. Қазағым оқыса, ойланса, адам болса.